Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менімен бірге мексикандық тағам тако әзірлеп көріңіздер. Ол үшін бізге тартылған ет және көкөністер қажет болады. Сосын осындай лаваш қажет болады. Негізі дайын қалың түрі бар, соны қолдансаңыздар өте жақсы. Ең алдымен пиязды ұсақтап турап аламыз. Одан соң болгар бұрышында ұсақтап кубиктарға бөліп турап шығамыз. Кейін қызып тұрған табаға пиязды салып 1-2 минут қуыратын боламын. Одан соң үстіне күштен өткізілген сәбізді салып тағы да 1-2 минут қуырып аламыз. Ары қарай үстіне тартылған етті салып, жақсылап араластырып 10 минутқа пісіріп аламыз. Одан кейін үстіне туралған болгар бұрышын салып, араластырып, тағы 10 минутқа пісіріп аламыз. Ары қарай үстіне туралған қызанақты саламыз. Және де дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып, толықтай піскенше қалдырамыз. Дайын болғаннан кейін ыстық күйінде лавашқа салатын боламыз. Салмасы пісіп дайын болғанша біз лавашты осындай дөңгелек пішінге келтіреміз. Мен 2 дана жасайтын болғандықтан барлығын аз-аздан қостым. Енді дөңгелек лавашымыздың үстін майлап аламыз және қызып тұрған пешке 180 градуста 5-10 минутқа осылай формаға келтіріп қатырып аламыз. Міне дайын болған лаваштарымыздың ішіне салмасын салатын боламыз. Астына салат жапырақтарын қоссаңыздар болады. Үстіне аскөк және ірімшік қосатын боламын. Өте дәмді болып шығады. Жұқа лаваш өте сынғыш келеді, сондықтан дайын қалың лаваш алуларыңызға кеңес беремін. Ерекше қылып жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.